Ассалаумағалейкум, көпшілік сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздерге жағымды жаңалық жеткізетін боламыз. Назарларыңыз бізде болсын. Қазақстан мемлекеті оңтүстік районнан солтүстік районға көшіріп барушылар үшін биылдан бастап жаңадан тиімді саясаттарды жолға қойды. Сонымен бірге берілетін көмек ақшаны да арттырды. Сондай-ақ көшіп баратын облыстардың саны да бірнеше облыстар көбейтіліп қосылды. Онда болса, бұның ішінде біріншісі Шығыс Қазақстан облысы, екінші Қостанай облысы, үшінші Павлодар облысы, төртінші Солтүстік Қазақстан облысы, бесінші Қарағанды облысы, алтыншы Ақмола облысы, жетінші Абай облысы, сегізінші Ұлытау облысы. Бұның ішінде қуанарлық бір жайт, Қарағанды облысы мен Ұлытау облысы келіп қосылды. Ал енді бәрімізге мәлім, Ұлытау облысы біздің Қазақстан мемлекетіндегі Жетісу облысы сияқты табиғаты өте көркем, ауа райы өте жағымды, сондай Жетісу сияқты жер жәннаты деп айтуға болады. Сондықтан қоныс аударушылар үшін орайды ертерек қолдан бермей, осындай жақсы райондарға, облыстарға көшіп баруға ат салысуымыз керек. Ал енді шетелден қоныс аударып келген қандастар үшін бұл да бұрынғымен салыстырғанда берілетін тиімді саясаттар, сондай-ақ берілетін қаржы көлемі де ұлғайды. Сонымен бірге қоныс аударып баратын облыстың саны да артты. Бұрынғымен салыстырғанда саны көбейді. Бұнда біріншісі Ақмола облысы, екіншісі Атырау облысы, үшіншісі Шығыс Қазақстан облысы, бесіншісі Батыс Қазақстан облысы, алтыншы Қостанай облысы, жетінші Павлодар облысы, сегізінші Солтүстік Қазақстан облысы, тоғызыншысы Абай облысы. Міне осы облыстар шетелден көшіп келген қандастар үшін қоныстану үшін орналастыратын облыстар болып бекітілді. Біздің YouTube каналымызда осы шетелден келген қандастар үшін, сондай-ақ оңтүстік районнан солтүстік районға қоныс аударушылар үшін үкіметтің берілетін қаржылай көмегі және тиімді саясаттары туралы айтып өткен болатынбыз. Егер санды мәліметтер алмақшы болсаңыздар, біздің алдыңғы жолғы жолдаған видеоларымызға назар аударып көрсеңіздер болады. Соңында сіздерден үміт етеміз, біздің комментарийға жазып, осы біздің YouTube каналымызға жазылып қоюларыңызды үміт етеміз. Сау, саламат болыңыздар.